Сәлем. Жалпы Герон формуласы кез келген бір үшбұрыш беріліп, оның үш қабырғасының сан мәні беріліп тұрып, ауданын табыңыз дейтін болса, сол кезде қолданылатын формула болып есептеледі. Мысал ретінде алайық, кез келген бір үшбұрыш қабырғалары А, Б, С. Оған биіктік жүргіземіз. Табанына биіктік жүргізейік, ол H. Енді қазір бізде формуланы қорытып шығару үшін екі қысқа көбейту формуласы керек болады. Ол екі өрнектің квадраттарының айырымы формуласы. Естеріңізде болса, ол формула оң жағы осы екі өрнектің айырымы мен қосындысының көбейтіндісіне тең еді. Одан кейін екі өрнектің қосындысының немесе айырымының квадраты формуласын қолданамыз. Бұл формула бірінші өрнектің квадраты, қосу болса қосу, азайту болса азайту тұрады да, көбейтіндісінің екі еселенгені қосылған екінші өрнектің квадратына тең еді. Ал керек формулаларымызды еске түсіріп алдық. Жалпы дәлелдеуін бастайық. Біз білеміз, кез келген үшбұрыштың ауданын табудың формуласы негізі 2-ден 1 қабырға және оған түсірілген биіктіктің көбейтіндісіне тең. Біздің жағдайда биіктіктің сан мәні жоқ. Тек қана үш қабырғаның ұзындығының сан мәні бар. Біз білеміз, биіктік қабырғаға тік бұрыш жасап түседі. Сол кезде биіктік жүргізілген қабырға екіге бөлінеді. Олардың ұзындықтарын X және Y деп қарастыратын болсақ, бізде пайда болады екі тікбұрышты үшбұрыш. Жалпы сол С қабырғасының ұзындығы осы X пен Y-тің көбейтіндісіне тең. Ал бірінші тікбұрышты үшбұрыш үшін, яғни гипотенузасы А болған тікбұрышты үшбұрыш үшін биіктіктің формуласын жазатын болсақ, Пифагор теоремасы арқылы, онда гипотенузаның квадратынан бір катетінің квадратын азайтуымыз керек. Екінші, үлкенірек тікбұрышты үшбұрышты қарастырайық. Гипотенузасы B-ға тең. Оның квадратынан Y катетінің квадратын азайтқанға тең. Бұл екі үшбұрыш үшін де биіктік ортақ. Олай болатын болса, А квадрат азайтылған X квадрат пен B квадрат азайтылған Y квадрат өзара тең. X пен Y-ті бір жаққа, А мен B-ны бір жаққа жинайтын болсақ, мына түрде жазамыз. Ары қарай енді X квадрат азайтылған Y квадратты екі жақшаға жіктеп жазайық. Осы жерден біз білеміз, С дегеніміз X пен Y-тің қосындысына тең. Орын алып келіп қояйық. Осы жерден X азайтылған Y-тің өзін табатын болсақ, деп жазамыз. Және біз білеміз, олардың қосындысы С-ның өзіне тең. Осы X пен Y-тің қосындысы мен айырымын бір жүйеге алып, оларды өзара жеке-жеке мүшелеп қосатын болсақ, бізде 2x тең болады. Бұл жерде Y-тер қараңыз, екеуі қарама-қарсы таңбалы өзара жойылып кетеді. Ал оң жағы қосып жазып қоямыз. Ары қарай оң жағына ортақ бөлім тауып, 2-ні оң жаққа бөліп өткізейік. Айтқан амалдарымызды орындап алдық. X-тің A, B, S арқылы өрнектелген түрі жазылды. Енді оны апарып, мына жерге қойып жазайық. Яғни H квадрат тең болады. A квадрат азайтылған жалпы мына бөлшектің квадраты. Ары қарай енді тағы да бірінші жазып болған қысқа көбейту формуламызды қолданып, екі жақшаға жіктейміз. Бұл жерде біз жалпы мына бөлшекті қарастырып жатырмыз формуламыздағы B деп. Бірінші жақша дайын, екінші жақша дәл соның қосынды түрі. Одан кейін екі жақшаға да ортақ бөлім таңдап көбейт жазамыз. Мына жерде мұқият қараңыздар, бөлшектің алдында тұрған теріс таңба бөлшектің алымының толық таңбаларын керісіншесіне ауыстырып жіберді. Ал екінші бөлшекте ондай өзгеріс болмайды, өйткені бөлшек алдында таңба оң таңба. Ары қарай енді мен екінші қысқа көбейту формуласына ұқсас болу үшін екі бөлшектің де алымдарына кішігірім өзгеріс енгіземін. Орындарын ауыстырып жазамын. Тағы да B квадратпен орын ауыстырып формулаға дәл келетіндей жазайық. Екінші бөлшекті өзгертпеймін, өзі әдемі формулаға келетіндей болып тұр. Ал енді осы жерде мұқият қараңыздар. Бірінші бөлшектің бөлімі жақшаның іші бізде екі өрнектің айырымының квадратына келеді. Ал екінші бөлшектегі алымының осы бөлігі екі өрнек қосындысының квадратына келеді. Ал осы түрде жазып алайық.
Енді бұл екі бөлшекті бір бөлшек ретінде алымына бөліміне көбейтіп жазамын. Сонымен қатар бірінші жазып қойған қысқа көбейту формуласына әдемі болып келіп тұр, қолдануға болады. Жалпы мына жақша бізге толықтай бір өрнек береді. Демек оны мына түрде жазамыз. Б азайтылған А азайтылған 8 болу керек, бірақ жақшаның алдына тұрған азайту әсер етіп қосылған С болады. Бұл бірінші. Екінші жақшасы осының Б қосылған А азайтусы болады. Ары қарай екінші бөлшектің алымы бірінші өрнек азайтылған екінші өрнек, бірінші өрнек қосылған екінші өрнек түріне жазылды. Алымы дайын, бөлімі 2-2 көбейтіп 4, С мен С көбейтіліп С квадратты береді. Енді осы жерде біз алымына енді толықтай жарты периметр ұғымын қолданып түрлендіру жасаймыз. Жарты периметр дегеніміз осы Герон формуласын қолдану үшін енгізілген жаңа ұғым периметрдің жартысы. Осы жерден біз анықтап жазып қояйық. А, Б, С-лардың қосындысы екіселенген жарты периметр деп. Енді бөлшектің алымында тұрған бірінші жақшаны көшіріп жазып, оны енді жарты периметрді қолданып түрлендіруім керек. Ол деген сөз екіселенген жарты периметр азайтылған 2А түріне келеді. Ал енді ары қарай екінші жақшаны көшіріп алып жазайын. Ол А, Б, С қосындысынан 2С-ны азайтып жүргенге тең. Демек, екіселенген периметрден 2С-ны азайтып жүру керек. Үшінші жақша А қосылған С азайтылған Б, ол А, Б, С қосындысынан 2Б-ны азайтып жүргенге тең. Демек, екіселенген периметрден 2Б-ны азайт деген сөз. Ал үшіншісі А қосылған Б қосылған С түрінде тұр. Ол өзі екіселенген периметрге тең. Барлығынан 2-ні ортақ көбейткіш ретінде жақша сыртына шығарып жазып қоямыз. Енді орнына қояйық. H квадрат тең болады. Біріншісі бізде 2P минус А дегеніміз. Екіншісі 2 көбейтілген P минус С. Үшіншісі 2 көбейтілген P минус Б. Ең соңғысы 2P. Бөлімі өзгеріссіз 4С квадрат болып тұрсын. Енді қысқаратындарды қысқартып алайық. Бұл жерде қараңыз. 2 мен 2 көбейтіліп 4 болады да, бөліміндегі 4 пен қысқарып кетеді. Әзірге осы қысқаратындар. Қалады. H квадрат. Алдымен мына 2 сандарды көбейтіп жазайын. Олар 4. P-ны жазып қояйық. Әдемі формула келтіріп бастап жатырмыз. P минус А, P минус Б, P минус С қалды. Және бөлімінде С квадраты бар. Енді мына жердегі H-тың квадраты бізге толықтай оң жаққа түбірді береді. Беріліп тұрған өрнекті сол күйі түбір астына алып жазамыз. Түбірден шығатындарын шығарып жазайық. Олар 4-тен 2 шығады, бөліміндегі С квадраттан С-ның өзі шығады. Енді түбірде қалды сонымен. P азайтылған А, P азайтылған Б, P азайтылған С болып. Биіктігін А, Б, С арқылы өрнектеп алдық. Енді бастапқыда біз жазған S ауданның формуласын жазайын. Ол 2-ден 1 қабырға және оған түсірілген биіктік еді. Осы жерден енді біз биіктіктің орнына А, Б, С арқылы өрнектелген осы кезгеден қорытып шығарғанымызды жазайық. Енді қысқаратындарын қысқартайық. Нелер қысқарып жүрді? С мен С қысқарады және 2 мен 2 қысқарады. Қалды. S аудан тең түбірдің астында P азайтылған А, P азайтылған Б, P азайтылған С. Бұл бізде Герон формуласының дәл өзі. Сонымен формуланы толықтай дәлелдеп қорытып шығардық. Барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Егжей-тегжейлі толық жазып көрсетіп бердім сіздерге. Кішкене ұзақтау болды, өйткені мен бәрін тиянақтап жазып шықтым. Видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, белсенді болыңыздар.